Келесі сахнаға Қажымұқан Абзалов, Шымкент. Серікбол Панабердиев, Атырау шақырылады. Жатқасын қалың думан, бел буып бізде келдік нарын құмнан. Шымкенттен бір топ ақын келеді деп ай бұрын қауым елге сауын қылған. Қос өңірден ақындар жиылғанда көшелі ой айтайық лағыл жырдан. Құрбан айттың тұсында құрма жасап, негізі бұл жоспарды тәуір құрған. Я айтпақшы, бұл күні жаратушы шалынған құрбандықты қабыл қылған. Аллаға сансыз шүкір, мұсылман қып бір ғана, жалғыз ғана өзіне табындырған. Ассалаумағалейкум, мүмін қазақ ар иманын ең басты қару қылған. Қадір айтқан аман ба аңғал жұртым, бетіне жымиғанды бауыр қылған. Арқан мінез кең бейіл ел аман ба, босын сүйіп дұшпанын жаңылдырған. Сауап құмар ағайын саумысыңдар, құрбан айтта қып жатқан малын құрбан. Малын құрбан қылғаны ештең емес, ар үшін қылатұғын жанын құрбан. Ай өз үйіндей көретін бұл қаланы, жанымда отыр айтыстың бір қонағы. Қажымұқан бауырым аманбысың, шырайлы мекен деген шым қаланы. Қарсыласын Қажымұқан деген кезде көз алдыма келтіргем дүр қараны. Әңгіме өзінде емес сөзінде ғой, сондықтан маңызды емес тұлға жағы. Жасың кіші болсаң да жасындай боп, жарқылдап жырыңды төк кіл бағалы. Әнінің ізетінде ақау болса, ағаның көңілінде кір қалады. Ал ағаның көңілінде кір қалса егер, інісі бір бәлеге шырмалады. Тәлімді үлкен айтқан тілді алады, тәлімсізді арбайды ділді жағы. Сені бірақ ондай деп ойламаймын, өйткені көрінесің қырғазағы. Ал ағайын қиқулап қойыңыздар, осы айтысты кеп тұрған тыңдағалы. Алла жазса ешқандай мүмкін емес, серік болдың жолынан сырғанауы. Сондықтан түкте қапа болмаңыздар, шабытымды келген ел шыңдағалы. Сайысқалы тұр дейсің қаймықты мен, бірден етіп көрермін бір баланы. Ай болады атың озса бақтан деуге, қамшы баса алмасаң қақтан көрме. Қажым қош келдің ал бауырым Шымқаладан, арайлы Атыраудай мақтаулы елге. Қазақтықтың қазығы Қаратаудан, көсіліп ерке жайға аққан жерге. Мақтадай аппақ алтын өскен жерден, қар алтынның бұрқағы атқан жерге. Сүлейлер жырын төккен құт мекеннен, дүлейлер дүркір етіп шапқан жерге. Ордалы отырардан бағыт алдың, сарайшықтай жетіған жатқан жерге. Шәмшідейін сазгерді туған жерден, жұмекендей жұлдызды тапқан жерге. Әселхан Мұхтарлардың өңірінен фаризалар қанатын қаққан жерге. Шығыстан шыққан күнде бата досы өнердің шамшырағын жаққан жерге.
оңтүстіктен келгенде оң сөйлерсің, батыстай қазыналы мақпал жерге. Келген жердің кемтігін теріп жүрме, қонаққа жараспайды қаққан кеуде. Содан соң ақылды адам шалқаймайды, күннің өзі еңкейіп батқан жерге. Ай! Отымды ой танытып үзіндімнен, жүректің жібітейін мұзын жырмен. Қаранем Қаратаудан қалқып ұшқан қырағы көзге түсті қызыл жүлдің. Қажымұқан ұлыңды қарсы алғалық 30-ға жетпей орда бұзып жүрген. Батырлардың еліне сәлем бердім, айтыс десе қандары қызып жүрген. Біз үшін жоғалтпаған жомарт жұртсың, Исатай Махамбеттің ізін мүлдем. Атасы даңқын сақтап, ұрпағымен апасы салтын сақтап ұзын күйген. Иманын ұл ибасын қызың білген, еңсесін тік көтеріп түзу жүрген. Ассалаумағалейкум Атырауым, бар әлем батыр ел деп тізім кілген. Қалығы құдайына, құлшылыққа балығы мұнайына жүзіп жүрген. Қонаққа көңіліңді тұмшалатпа, иненің көзіндей боп жыр сабақта. Ақындарын шығарып салды еліміз, тақымдарын қысатын мінсең атқа. Құрбан айттың күніне тура келдік, ие болып қайтсақ қой мың сауапқа. Қасиетті күндерде серт байладық, бауыр боп қаламыз деп сын сағатта. Біргеміз деген сөзді айтқым келді, неліктен келді десең мұнша жаққа. Атырау мен Шымкент бірдей қала, тек қана айырмасы бір сағатта. Кімге бұйырады екен бүгінгі атақ, көрсінші жолың деді інің матап. Күннің өзі еңкейіп батқан жерге, кеудеңді сен қақпа деп ырымдатады. Ендеше сен де маған кеуде керме, Қажымұқан айтпесе шырылдатады. Шымкентте күн батпайды деп жүрсің бе, біз жақта да таң атып күнім батады. Біздің жақта тіпті күн батқанда да сіздікінен бір сағат бұрын батады. Шап дей бермей өзіңде шаппайсың ба, оқтауға көндігетін тақтайсың ба. Бала деп отырғаның балақтанап, тұлымыңнан тістелеп тап қойсын ба. Сен жайлы бір мәлімет тауып алдым, ол үшін маған кінә тақпайсың ба. 7 жыл үй сала алмай жүр екенсің, менің осы сөзімді растайсың ба. Пана Бердиевке де пана керек, үмітің үзілгенше тоқтайсың ба. Үкіметтен сұрасаң бер алмапты, өзің біл мақтайсың ба, даттайсың ба. Негізі өзіңде де кінә бар ғой, жоқ әлде тірлігіңді ақтайсың ба. Сағадат 6 бала таптырып ет, әкімі үй беріпті батпай шуға. Ал сенде 10 жыл бойы бір-ақ бала, сондықтан өз-өзіңді ақтайсың ба. Аппараттың ауласын тоздырмай-ақ махаббаттың есігін қақпайсың ба. Акиматтың алдына шаба бермей әйеліңнің жанында жатпайсың ба. Ау, әйеліңнен қыл елі шегінбе деп айттың ау, талап болды ау, оның бөлек. Жұмыртқа тауыққа ақыл үйретпейді, дәл бұлай жол сілтейтін жөнің жоқ еді. Келібектей Мұраттай бір ағамыз әнәу күні бұлай деп керілген еді. Жарына жақындаған жұбайларды аямай айыппұлға көму керек.
ерлі зайып оңаша қалса болды, үкіметке салықты беру керек. Тіпті ол үшін әр түнде әр үйлерде арнайы полицейлер тору керек. Сен болсаң жанында боп әйеліңе дейсің бе көптеп көңіл бөлу керек. Әлгі сөзі заң болып қабылданса, жұбайыңда бермейді ау тегін көмек. Жанұяңның жанында болу үшін әмбияның қалыңдау болу керек ай. Ай, жақсылық көрмедің деп жақындардан, сөз ести бергенім ай ақындардан. Өзімнен де үлкім ұйқымен күлкі қашты, үйімді ойлап миымды қатырғаннан. Әйелімде мазамды ала берді, пәтер көрінбей ме деп жақын маңнан. Достарымда үй жайын не қылдың деп, мұңымды қалды мүлдем мақұлдаудан. Айтыста да үйді айтып мыналарың, таңдай тынбайды екен тақылдаудан. Ұялмай жүруімнің себебі бар, соны айтып құтылайын қақылдаудан. Бес обада бес қатар құлағалы қорқақтап қалған едім шатырлардан. Ипотека үй салып, үйпа-түйпа шетелге қашып жүрген батырлардан. Жыртық үйге шүкірлік қылатығын, үлгі алғамын жиренше ақылманнан. Далада жүрген дұрыс тас төбеңнен, тас қашан құлайды деп отырғаннан ай. Ай, мына қажымықан бітімі кең, зерттеп мені алған ау жітік білем. Соныңа қарағанда танысың ау үйсіз жүрген жандардың үкімімен. Қазақстан дейтұғын үйде тұрам, қойнына сіңген ырыс құты күлең. Осынау бейбіт күнге тәубе деймін, жан едім айнымаған шүкірінен. Көк аспанды күн сайын көріп тұрам, күн кешіп жүрсем дағы жұпынымен. Күннің көзін көре алмай қаншелдер жүр, жарылған бомбалардың түтінінен ай. Ай, сөз қылып серік болдың бір баласын, сығырайып отырып сыр бағасын. Адам зауыт ал бала мұна емес, бауырым жазымыштың біл бағасын. Көп балалы жандарды көріп жүрміз, үлгі қылып жатқан жоқ дүр бабасын. Содан соң сан мыңдаған сәбилердің мұхиттан әр әсірдік бір қарасын. Бар баланы оқсатпай жатқан жоқ па, соны ойласан қайғыға шырмаласын. Сәбилерін қолымен тастап жатқан аналарды көргенде мұңданасың. Ал сен болсаң баласыз жүрсің деп, бір баламен тырнағымның астынан кір бағасың. 10 балаға татитын бір ұлым бар, оған бола жігерің құм болмасын. Серік болдың қайтесің бір баласын, қазақтың айтпаймысың мың баласын ай. Ай, бұрылып қонағыма төрімдегі, бір ойымды айтайын көңілдегі. Азаматтар еңбекқор келеді ғой, сіз тұратын оңтүстік өңірдегі. Қуаттерге бақ тұрар әйтпегенде, мал мен бақтың бітуі тегім беді. Бұл сапарда бауырым біліп алдық, жоспарлап келгеніңді сенің нені. Кеше ғана арзандау көлік болса сатып алып кетпекші едім деді. Сауданың шаруасымен жүрсе дағы айтысқа қатысып тұр өңірдегі. Қиып қауырт жұмысын мұнау елге көңілін бөліп отыр темірдегі. Саудаға жолай шығып сәлемдесе, кірді деп ет сенікі соның кері. Әй бәсе, тіптен мүлдем емесе дау бұлардың есебінен желінгені. Арқаланып осынау Атырауға бір ғана айтыс үшін келулері ай.
Кей сөзің тал бойымды еріткен мен, кей сөзің қара бұлттай төніп келген. Көлік іздегенімді қайдан білдің, қатысың жоқ ешқандай көріп келмен. Бір жағы сауда жасап келгенім рас, ұштастым көп арзандау көліктермен. Тарихты білмейсің бе бауырым-ай, сондай алыс беріске ерік берген. Сендегі көне қала сарайшыққа тұратын Түркістаннан келіп керуен. Батыстың бар еліне сауда жасап, оңтүстік дүниесін төгіп берген. Арада қанша ғасыр өтсе дағы, бабамның сол көшіне ерік келгем. Бұлар тек сауда үшін келеді деп, серігім сатып кетті сенік келген. Түркістаным сап кеткен ізбен келдім, аулақпын бөтен жұртқа еліктеуден. Жаңғыртайын деп келдім, сарайшықты сауда жасап жүргем жоқ. Еріккеннен саудада не алуым, не сатуым, уайымдатып жүр екен осы ақынын. Жүрісі тасбақадай бір пойызбен батысқа бізбен келді көш ақырын. Жайыққа 2 күнде зорға келдік, арамызды бөліп тұр не шақырым. Көлік алып қайтамын десем егер, қосады деп ойладым дос ақылын. Келгенше жол азабын көріп келдік, білсекте сіздердей жұрт тосатынын. Атыраудан қайтарда ақындарды қалабем қиындықтан босатуын. Естіртіп жіберіп ем сен арқылы, жомарт деп естігесін осы әкімің. Сен болсаң түспалымды түсінбепсің, ерте туып қонған ба кеш ақылың. Айт күні айтқызбай-ақ жасасаңдар, алғысым көп болар ет қосатұғын. Құрбандыққа шалыңдар, арзан көлік Шымкенттің ақ қайтатын. Бес ақынын батысқа келерімді бұрын біліп, бір әжем бата берді ырым қылып. Ал балам Атырауға аман жетіп, қайтпа деді Шымкенттің туын жығып. Алмаған икрасын ақ кел деді, мен де мақұл дейсаппын шұғыл жүріп. Көлігін қоя берші икрасын, аңсап келдім аузымнан суым құрып. Базардан сатып алам деп ойлап ем, одай қымбат екен ғой олдырық. $1000 боп кетіпті бір киласы, отырмыз ол жағдайды бүгін біліп. Одан да ала салған оңай екен, балықтың құйрығынан қуып жүріп. Әй бірақ браконьерден артылама, қалдығында бермейтін жуындығып. Сондықтан маған көмек беріңіздер, біреуін ақ кетейін жуындырып. Өлген балық табыңдар, әжем мені өлтірмесін десеңдер, буындырып. Бөтен сөзбен былғамай сөз арасын, Қажымұқан құрметтейді өз ағасын. Ағатай андасанда күліп өтші, достықтың бұзбау үшін шекарасын. Сахнаға шыққалы күлмедің ғой, ініңе неге сонша бозарасың. Жеңіліп қалам ма деп отырсың ба, сен кейде болашақты сезе аласың. Айтпақшы жақында бір айтыс өтіп, атағың аралапты ел арасын. Өйткені өзің үшін әділетті боп, айтыстың баспайгесін сен ағасың. Атырау газетінен оқып қалдым, жиып әріптестердің өз арасын. Айтпақшы сен өзіңде журналистсің, қалайша беделіңнен безе аласың. Бір басшылдап хит болып кетіпсің ғой, жеңілсең газетіңе не жазасың? Ай, арбаға өгіз болдау жеккеніңіз, соншалықты шықты ғой көктеріңіз. Газетте тілшісің деп мәз болдың ау, жерден табылғандай боп көктегіңіз.
Бас жүлде алғаныңды жазыпсың деп айтуды да ұмытып кетпедіңіз. Жеңіліп қалып жатсаң жазама деп қызық болдау қиялдап кеткеніңіз. Ұсақ түйек ойларға көп барасың, осалдау болды мекен мектебіңіз. Біздің газет бос сөздер жазбаушы еді, сондықтан жөн болмайды сөккеніңіз. Елдік пен елбасының саясаты хат-хабармен толады беттеріміз. Өндіріс өнеркәсіп жазылады, ертеңіміз болмаса өткеніміз. Бұл айтысты жазамыз сол күйінде, шешіліп кетсе дағы шекпеніңіз. Біздің газет саяси газет еді, ол жағын әлде білген жоқ бедіңіз. Ойдан құрап жазатын сіздер жақтан шығатын қызық газет деп бедіңіз. Ай, Атырау, ару қала, арман қала. Жайықтың жағасына қонған қала. Балшығына былғанып бір кездері еді ғой көштен кейін қалған қала. Иманғали баласы әкім болып, жарқырап бақ жұлдызы жанған қала. Жерінің астындағы мұнайынан үстіне зәулім үйлер салған қала. Өлмейтін жер дегенің осы екен деп пысықтар мекенденіп алған қала. Қолынан іс келгендер тойған қала, ал енді тоны жоқтар тоңған қала. Көшедегі жолының тарлығынан көліктен кептеліс көп болған қала. Аз ғана мешіті бар болғаны тойхана, мейрамхана толған қала. Жыр қала, ару қалам, дастан қалам, елдікке талай үлес қосқан қалам. Әр күн сайын жаңарған әсем қала, заманның ағымынан кеш қалмаған. Қайнаған, қайнап жатқан күндегі тірлігі бар, еңбектенген адамы аш қалмаған. Бабамның салтыменен бар тәттіні қонақтардың аузына тосқан қалам. Жайығынан басқасы жайлау көңіл, ауасынан басқасы ластанбаған. Кейбіреулер құтылып қашқан қалам, кейбіреулер тұтылып сасқан қалам. Бүгіндегі бітірген жұмысы көп, шаруасы шаш етектен басталмаған. Жарқырап жасай берсе, жайнай берсе, Еуропа, Азияны қосқан қалам. Астанадан кейінгі арман қала, бағы менен бағасы аспандаған ай. Ал алдыңда ағасы мен жастауыны, Атырау мен Шымкенттің қостарыны. Қолдарынан келгенше өнер сыйлап, бір серпілтіп тастады жас кәріні. Ал бауырым сыйласып қоштасайық, татулық пен бекейді дос қадірі. Шырайлы Шымкентіңе сәлем жолда, арайлы Атыраудан асқа күні. Ағайын сіздер даман болыңыздар, қашанда қорғанымыз рас тәңірі. Малың ғана шалынсын құрбандыққа, Құдайдың болып жалғыз қасқа құлы. Қазағымның қарыны ашпас екен, 30 күн оразадан басқа күні ай. Туған жерді жырыңа қосқанда да, дедің ғой таусылмайтын дастан қала. Ағайын Атыраудың қадірін біл, қазаққа жалпы үлес қосқан қала. Байлығын табанынан төмен қойып, айбынын биіктеткен асқар қала. Дедің ғой сен бұл жақты арман қала, Раббымыздың назары ауған қала. Патшалықтың сарайы секілдекен, тұратын ханшайым мен хандар ғана. Ендеше босағаңды бағалай біл, бұдан басқа мекенді армандама. Ұстаса ұлтшылдығым, діндарлығым, демек бүгін жырлайтын күн барлығын. Қасымхан билеп еді қазағымды,
5 ғасыр және 4-5 жылдар бұрын уақытта тақталасып бақталасқан Қасымдай басқарып ет кім қандығын. Өйткені ол көршілес елдерменен білеміз елін тату қылғандығын. Батыс Европаға шығу үшін саяси байланыстар құрғандығын. Одан кейін Тахирдай хан келіпті, бірақ оны білетін кім бар бүгін? Қатыгез хан келген соң қара бұлттай халыққа туып еді сындарлы күн. Шайқасып шекаралас үш елменде, дұшпанның жеңе алмапты мыңнан бірін. Қасым салған қандықты біліп алдық, болмашы соғыстармен қырғандығын. Ал енді осы күнге аман жеттік, уақыттың қараңыздар жылдамдығын. Бар әлемнің ұлтымен дос біз қазір, осыны жыллас екен ұлдар бүгін. Тахир жайлы тарихың айтып тұр ғой, берекеңнің бірлікте тұрғандығын. Ағайын бірден айтсам күлмеңіздер, мынауың не айтты деп білмеңіздер. Қоғамды өзгертемін дейтін адам сұрағының жауабын діннен іздер. Дінді тура ұстанған ұлттар ғана қандай қайғы келсе де біргеміздер. Ал енді бірліктерін аямасын, біздік айнымасын, біздікі жүректегі шын лебіздер. Алла бір ал Мұхаммед елшісі ғой, осыны ұрпақтарға үндеңіздер. Қажымұханға қосқан мен серік болды, Құдайға серік қосып жүрмеңіздер. Рахмет. Біз келіп алайықшы ымыраға, бізге қарап кетті ғой түрің аға. Батыстағы бауырым қошаман бол, сен ешқашан ұмытпас інің аға. Атырау әрқашанда сен аман бол, қабағымен қарсы алған жылы дала. Жұмекең жырға қосқан жылы дала, бақ берсін қызыңа да ұлыңа да. Әрқашан осы өмірде аман тұрсын, жүзі кіші болғанмен ірі қала. Өсиетің сөнбесін, ұлыларым қасиетің сөнбесін, ұлы дала. Рахмет, рахмет. Рахмет. Қос ақынға тағы да бір қошамет көрсеңіздіңіздер.